Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге вовлеченность целімен таргет жіберуді үйрететін боламын. Міне осылай біз адрес менеджерге өтіп аламыз. Сосын мына жерден өзімізге қажетті бизнес менеджердің ішінен рекламный аккаунтты таңдап аламыз. Сосын создать батырмасын басамыз, вовлеченность таңдаймыз и продолжить басамыз. Всегда естеріңізде болсын, созданное вручную деген осыны таңдаймыз. Продолжить басамыз. Сосын мына жерге шығарып жатқан рекламаның атауын жазып қойсақ болады. Мысалы, мен сіздерге арестке арнап шығарып көрсетейін. Сіздер өздеріңіз қандай нишаға шығарып жатырсыздар, соны жазып қойыңыздар. Одан соң мына жерге астына қарай өтеміз. Мына бюджет компанияның бірінші бөлімін таңдайтын болсақ, біз мына жерге күндік бюджет $20 қойсақ, мына жердегі шығарып жатқан аудиториямыз, баннер, креатив видеомыз барлығы осы бір бюджеттің ішіне кететін болады. И Facebook автоматом осы бюджетті жаңағыдай өтіп жатқан креативке көп бюджет бөлетін болады, өтіп жатқан аудиторияға көп бюджет бөлетін болады. Facebook өзі реттеп береді, тест жасап береді яғни. Ал мынау астындағын таңдайтын болсақ, бұл жерде біз бюджетті бірінші бөлімнен емес, екінші бөлімнен таңдайтын боламыз. Бұл жерде уже өзіміз әр аудиторияға бюджетті бөліп қоятын боламыз. Мен сіздерге дәл қазір осы екінші бөлімнен көрсетейін. Далее басамыз. Біз уже екінші бөлімге өтіп кеттік. Міне осы жерге міне аудиторияның атауын жазып қойсаңыздар болады. Мысалға, әйел 20-45 жас аралығы жазып қойсақ болады. Осы аудиторияның атауын өздерің шатаспау үшін. Сосын мына жерге міне өзіміздің Instagram, WhatsApp жалғанған неңімізді, бизнес страницамызды белгілейміз. Осылай белгілеген кезде міне, егер мессенджер дегенді өшіріп тастаймыз, галочка алып тастаймыз, бұл бізге қажет емес. Егер сіздер Instagram дайректке шығарып жатқан болсаңыздар, міне Instagramды белгілейміз. Ал WhatsAppқа болса, тек қана WhatsAppқа галочка қалдырамыз. Мен қазір WhatsAppқа шығарайын деп жатырмын. Осылай галочканы тек қана WhatsAppқа қалдырамыз. Сосын астыға қарай өтеміз. Міне мына жерге бюджет. Сіздер бастапқыда Facebook'ты жаңадан ашып реклама шығарған уақытта бірден үлкен бюджетке реклама шығармайсыздар. Сол үшін мен сіздерге қазір $5 шығарып көрсетейін. Осылай $5 таңдаймыз, жазамыз. Сосын мына жерге міне рекламаның шыққан күнін жаңағыдай міне дату окончания осылай белгілеп қойсаңыздар болады. Бұл негізі мен бұлай белгілемеймін. Өзім рекламаны постоянно қарап отырып, өшіретін өшіріп, қосатын қосамын. Сіздер де солай жазаңыздар деп кеңес беремін. Сосын міне астыға қарай өтеміз. Аудитория адвентаж деген бөлімде міне переключиться дегенді басамыз. И мына жермен использовать исходный аудитория деген басамыз. Сосын астыға қарай өтеміз. Аудитория бөлімінде алдын ала аудитория сақтап қойған болсаңыздар, осы жерде міне шығады, сақтап қойғаныңыз осылай белгілесеңіздер болады. Мен сіздерге қазір енді жаңадан создать етіп көрсетейін. Местоположение деген жерге міне мен вес Қазақстанға шығарамын. Егер сіздер вес Қазақстанға емес, тек қана Алматы қаласына шығаратын болсаңыздар, мына X басып тастайсыздар, міне мына жерге поискке жазасыздар. Алма ата деп шығады міне. Город деген таңдайсыздар. Страна, регион деген емес, город дегенді таңдайсыздар міндетті түрде. Міне. Қала, аудан, ауыл, көше барлығына шығаруға болады. Мен қазір Қазақстанға шығарамын, вес Қазақстанға. Сол үшін Қазақстанды белгілеймін. Сосын астыға қарай өтеміз. Міне возраст деген жерде, осылай жерде, мына жақ оң жақ қарай өтсеңіздер, редактировать шығады. Осын басамыз. Мен 20 мен 45 жас аралығы деп таңдадым. Соны жазамыз. Міне жаздық. Пол. Мен тек қана әйелдерге шығарғалы жатырмын. Егер сіздерде әйелдерге де ер адамдарға да көрінсін десеңіз, міне мына жерге все дегенді жазасыздар. И міне детальный таргетинг деген бөлім бізде. Аудитория жаңағыдай әйел адамдарға шығарып жатырмыз біз, мысалы арест график саласына, услугаға мысалға да біз былай таңдасақ болады. Міне материнство, воспитание детей, міне асты қарай өтсеңіздер, осыған ұқсас интерестер шығады өзі. Семья, родители все, міне то осылай таңдасаңыздар болады, оңай. Бірақ әртүрлі
недегі интерестер таңдамайсыздар, бір бағыттағы интерестер таңдайсыздар. Осылай таңдап аламыз интересті. Сосын астыға қарай өтеміз. Осы аудиторияны сохранить етіп алсаңыздар болады. Осы жерден мысалға мына жерге атауын жазып, әйел 20-45 деп жазып алсаңыздар болады. Жас деп. Міне. Осылай сохранить етіп қойсаңыздар болады. Сол кезде міне использовать деп мына жерді басып, осы жерден басасыздар, мына жерде аудиторияңыз дайын шығып тұрады сізде. Интерестеріңіз барлығы дайын шығып тұрады. Сосын место размещения бөлімінде міне оң жаққа қарай өтсеңіздер, редактировать шығады. Осыны басып, выбор мест размещения вручную деген таңдаймыз. Сосын астыға қарай түсеміз. Facebook. Міне, осының барлығынан галочканы алып тастап, тек қана Инстаграмды қалдырамыз. Сосын астыға қарай түсеміз. Міне, қараңыздар, мына жерде охват бұл примерно деп көрсетіп тұр. Facebook өзі жобалап. Бірақ біздің баннер креативіміз атып кетсе, бұл 6 переписка ғана болып қалады деп шошымаңыздар, одан да көп переписка болады. Міне, далее басамыз. Уже 3-ші бөлімге өтеміз. 3-ші бөлімде біз өзіміздің рекламаға шығаратын видеомызды, баннерімізді қосамыз. Міне, осылай атауын мына жерге де тоже жазып қойсаңыздар болады. Бірінші баннер, бірінші видео деп жазып қойсаңыздар болады. Әне, көрдіңіздер ме? Осылай шатаспайсыздар. Сосын астыға қарай түсеміз. Міне, мына жерде использовать существую публикацию дегеніміз, бұл Инстаграмға арналған. Инстаграмдағы біздің өзіміздің рилсымызды, постымызды рекламаға шығара аламыз. Осы жерден басу арқылы мен қазір WhatsAppқа шығарып жатқаннан кейін өзім недегі компьютердегі бар баннермен шығарамын. Міне, создать рекламу. Создать деген басамыз. Одно изображение или видео деген таңдаймыз. Сосын астыға қарай түсеміз. Міне, рекламный креатив деген жерден настроить деген басамыз. Фото қоятын болсаңыздар рекламаға, осыны таңдайсыздар, изображение дегенді. Ал егер reels, видео, креатив салатын болсаңыздар, видео реклама деген таңдайсыздар. Мен қазір міне рекламный изображение деген таңдап өтемін. Сосын мына жерде сіздердің алдын рекламаға шығарған алдарыңыз міне барлығы көрініп тұрады. Сіздерде енді бұл ештеңе шықпауы мүмкін. Сол үшін мына жерде загрузить деген басасыздар. Міне, осылай реклама шығаратын баннеріңізді арналы негізге ноутбугыңызға жүктеп аласыз. Міне, открыть дегенді басып, кішкене күтесіздер, осылай обработка болады. Міне, шықты. Менің жасалған баннерім шықты. Далее басамыз. Мына жерде міне, мынау постқа арналған, мынау Reels пен Storiesке арналған. Егер біздің неміз баннеріміз пост форматына жасалған болса, бірде-бір форматта жасалған болса, ол неге де история мен Reelsқа да кете береді. Егер 9-16 Reels'ың форматына жасалған видео баннер болса, ол мына жаққа толық дұрыс көрінбей қалады. Соның форматын дұрыстап жасайсыздар рекламаға шығарар алдында. А егер бірде-бір болса, ол неге де постқа да Reelsқа да кете береді. Далее басамыз. Мына жерге міне основной текстке шотыңызды листтен шығарып, осылай өзіңіздің нишаларыңызға байланысты жазып қоясыздар осы жерге. Основной текст деген ол біздің рекламамыздың астында шығып тұрады осы сөздер. Графикке қойып беремін деген секілді. Осы жазып қоясыздар өздеріңіздің тексттеріңізді. Сосын астына заголовок подробный деп жаза салыңыздар. Отправить сообщение в WhatsApp деген қалдырсаңыз болады. Егер сіздің баннеріңізде подробный деген жазу бар болса, подробный дегенді басасыздар. Далее мына жерде міне осы птичканы бір басып, сосын өшіресіздер. Сол кезде ешқандай қателік болмайды. Готовы басасыздар. Міне уже біздің баннеріміз қазір загрузка болып жатыр. Менің баннерім дұрыс салынды. Осылай көрінеді. Мына жерден көрсеңіздер болады. Рекламада осылай көрініп тұратын болады. Сосын енді астыға қарай түсеміз. Шаблон сообщения. Редактировать деген басамыз. Осы жерде мынаны өшіріп тастаймыз. Өшіріп тастаймыз. Қараңыз, тек мынау
текст дегеніміз бұл біздің клиент бізге жазар алдында оған көрініп тұратын сообщение. Сәлеметсіз бе деп жазып қоя салсаңыз болады. Қараңыз, мына жерде міне бұл бізден барып жатқан сообщение ол көрініп тұрады, сәлеметсіз бе деп. Міне мынау уже біздің клиентке жазады, клиент бізге жазатын сообщениеміз дайын. Арест, трафик жайлы толық ақпарат аламын деп клиенттің өздеріңізге келетін шаблон сообщениесін осы жерге жазасыздар. Аламын. Болды, міне дайын. Осылай бізге клиент осындай сообщениемен келетін болады тікелей. Осылай міне сохранить батырмасын басамыз. Болды, осымен біз опубликовать батырмасын басып рекламаны шығара береміз. Егер мәселе сіздерде бір баннер емес бірнеше баннермен шығарасыздар, сол кезде міне осы 3 точканы басасыздар, дублировать басасыздар. Міне мына жерге қанша баннеріңіз бар? 3 баннер болса 3 баннер. Дублировать деген басасыздар. Сол кезде мына жерде міне копиясы шыға келеді бізге. Осы жерден мына жерге өтіп, креатив бөліміне өтіп, мынаны удалить етіп, өзіміздің басқа баннерімізді саламыз осы жерге. Загрузить. Жаңағыдай тура. Міне қараңыз. Открыть. Міне далее батырмасын басамыз. Далее. Жаңағы жазып қойған шаблонымыз осылай дайын тұрады барлығы. Далее. Мынаны жаңа мен айтқандай бір қосып қайта өшіресіздер. Сол кезде ешқандай қателік шықпайды. Болды, мынау бізде уже осы баннеріміз салынады. Қалғанның барлығы дайын тұр. Бұл алдыңғы бізде мынаның копиясы жасалды. Ішінде барлығы дайын тұр. Тек қана баннерді ауыстырамыз. Енді міне мынаған өтіп, міне екінші баннер деп жазып қойсаңыздар болады осы жерге. Өздеріңіз шатаспауларыңыз үшін. Екінші баннер. Міне көрдіңіздер ме? Енді мына жерге міне осы жерге өтіп бұның да атауын өзгертіп қойсаңыздар болады. Үшінші баннер деп, үшінші видео, үшінші креатив деп осылай өзгертіп қойсаңыздар болады. Міне настроить креатив, рекламное изображение, загрузить басамыз. Міне осылай реклама шығаратын баннерімізді дайындап аламыз. Крит. Обработка болып. Баннерлер тез ашылады, видеолар сәл ғана уақыт алады. Сені күте тұрасыздар. Міне дайын болған соң далені басамыз. Осы жерден мені тексеріп аласыздар. Оригинал деген тұра беру керек. Егер сіздер бірде-бір форматта шығарып жатсаңыздар, 9-16 болса мына жерде міне осыны реттеп аласыздар, өздеріңіз басып қалай көрініп тұр, сіздерге осылай көрініп тұрады барлығы. Далее мына бағана дайын немізді жазып қойғанымыз бәрі дайын тұр. Далее басамыз. Готово. Вот, бізде уже рекламалық баннерлеріміз барлығы салынды. Енді міне опубликовать батырмасын басамыз. Реклама бізде уже шығады. Реклама шыға салып адамдарға көрініп кетпейді. Ол проверкадан өтеді, содан кейін барып қана шығады. Міне X басып тастаймыз. Міне арест деген. Қараңыз, бізде уже 3 компания болып кетті. Мен айттым ғой жаңа,